Қайырлы күн достар, бүгін Pinduoduo сайтында егер сізге товар ұнаса, бірақ басқа продавецтерден дәл осыған ұқсайтын товарды тағы да көргіңіз келсе, қалай табуға болатынын үйренеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап қайтарамын. Тағы да айта кететін жайт, мен ешқандай Pinduoduo бойынша эксперт ондай емеспін, өзімнің білетін жаңағыдай лайфхак, ақпараттармен бөлісіп отырамын. Қараңыздар, бірінші ғой, енді кез келген бірінші киімді таңдаймыз. Маған мынау киім ұнап тұр, басқа продавецтерден көргім келіп тұр. Сосын мынау атауын басамыз, мына екінші жазуды басамыз, міне бізге Pinduoduo сайты басқа да продавецтерден шығарып береді. Көрсеңіз, бұл брендті міне тіпті екі сатушы сатады екен, бренд деген жаңағыдай значогы бар, бірақ екіншісінде сатылым көбірек. Жоқ, міне тағы да бар екен. Осылай товар көрсеңіздер болады. Және екінші жолы қайтадан товарға кіреміз. Осы суретті басып тұрамыз. Және де мынаны бассақ, бізге ұқсас товарларды тауып береді. Дәл осылай товарды көре берсеңіз болады басқа продавецтерден. Егер сізге бағасы кішкене қымбаттау болып тұрса, немесе отзыв жоқ болса товарға, осылай басып іздесеңіз, арзан бағада көрсеңіз болады, немесе отзывы көбірек продавецтен көрсеңіз болады,